Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге көп затты қажет етпейтін әрі өте дәмді тефтели мен пюренің дұрыс дайындау жолын көрсетемін. Бұл тағамдардың әртүрлі рецепттері бар. Мен бұрын бұл тағамдарды басқа да рецепттермен жасап көргенмін, бірақ дәл бұлай дәмді шықпаған. Бүгін ең дәмді шығатын рецептті сіздермен бөлісемін. Сіздерге де міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін, сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен тефтели дайындаймыз. Ол үшін күрішімізге ыстық суымызды құйып, бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Немесе күрішті жартылай пісіріп алуға болады. Оған дейін қалған заттарды дайындап аламыз. Пиязымызды осылай ұсақтап тураймыз, немесе ет тартқыштан өткізіп алуға болады. Фаршымызға пияз, күріш және дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Міне дайын болды. Енді осы фаршымызды қолымызбен дәл видеодағыдай дөңгелектеп шығамыз. Біз тефтелилерімізді алдын ала майға қуырмаймыз, өйткені бізде құрамында күріш болғандықтан ол қатты болып қалады. Міне фарштарымыз дайын. Енді қызанақтан жасалған подлива дайындаймыз. Ол үшін екі қызанақты алып, тек қабығын осылай кесіп шығамыз да, ыдысқа салып, үстіне қайнаған ыстық суымызды құйып, бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Он 15 минуттан соң алып, қабығын осылай ашып, блендермен немесе вилкамен езіп шығамыз. Венчиктің көмегімен езсеңіздер де болады. Қызып тұрған табамызға май салып, осылай ерітіп аламыз. Үстінен сұйық май құямыз. Бірге араластырып аламыз. Енді 2 қасық ұнымызды саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы дайындаған томатный соусымызды саламыз. Бұл соусты дайындау міндетті емес, 2-3 қасық томатный паста салсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап тағы да араластырамыз. Үстіне қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бір қайнап шыққан соң, үстіне тефтелилерімізді салып шығамыз. Бетін жауып қайнатамыз. Орташа отқа қоямыз. 15 минут өткен соң тефтелилерімізді екінші бетіне ауыстырып қоямыз да, тағы да 15 минут қайнатамыз. Гарнирге пюре істедім. Алдымен қазанға картопымызды салып, оған тұз себеміз. Жақсылап араластырып, піскенше күтеміз. Піскен картопымызды сүзіп алып, картоп қайнаған тұзды суымызды құямыз. Сары май саламыз және қайнап тұрған сүтімізді құйып, картопты жақсылап езіп шығамыз. Суды да сүтті де құярда аз-аз мөлшерден құйып отырып істесеңіздер болады, бірден көп құйып жібермес үшін. Соңында венчиктің көмегімен немесе миксермен езіп жіберген дұрыс.
міне осындай жұмсақ үлпілдек болып шығады. Міне біздің тамағымыз дайын, пюреміз өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады және тефтели мен соуста өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер және маған тіркелуді ұмытпаңыздар.